Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Біз бүгін 4-ші дәріске кездесіп отырмыз. Сіздермен бүгінгі дәрістің тақырыбы денсаулық психологиясы, тұлғаның әлеуметтік кәсіби өзін-өзі анықталуының психологиялық ерекшеліктері. Енді бізде үйлесімді өмір сүрудің 3 негізгі бағыты бар. Ол өздеріңіз көріп отырғандай денсаулық психологиясы, және кәсіби өзін-өзі анықталу, және үшіншісі стресс менеджмент. Бүгінгі тақырыптарымыз осы 3 бағытта жүзеге асатын болады. Енді қарап отырсақ, денсаулық психологиясының ол негізгі реттелуі, адамның ішкі күйлерінің реттелуі болып табылады. Кәсіби өзін-өзі анықталу әлеуметтік ортада да және қоғамдық ортада да өзіндік бағытын анықтай алу. Ал стресс менеджмент өзінің күйлерін сауатты, орнықты түрде күйге келтіру болып табылады. Жақсы, денсаулық психологиясы туралы сіздерге айтып өткен болатынмын. Енді бұл жерде бұл терминді енгізіп өткен, ғылымға енгізген Дубровина болып табылады. Ал Абрахам Маслоудың айтуы бойынша адам шындықты, сау психикасы сау адам шындықты көре алады, және ол жан-жағыдағы тек қана жақсы үйлесімділікті ғана көруіне мүмкіншілік жасайды деген. Енді бұл жердегі қызықты бір ақпаратқа баса назар аударғым келіп отыр. Сау адамның негізгі 3 құрылымы, яғни ол аксиологиялық, инструменталдық және қажеттілік мотивациялық. Бірінші аксиологиялық бағытқа келіп тоқталайық, яғни бұл жерде біз адамдардың жынысына, жасына және мәдени ерекшелігіне сай бұл бағыттарды қарастырамыз. Және біз олардың мән бермейміз. Мысалға, басқа ұлт өкілдеріне, өзгешелігіне, жынысына, жасына, әртүрлілігіне мән бермей, адамдармен бірегей араласа аламыз. Ал инструменталдық бағыт болатын болса, бұл эмоционалды жағдайын ұғыну. Ол өзінің және өзгенің. Бұл әлеуметтік интеллектке де келеді. Ал енді қажеттілік мотивациялық бағыт, ол өзін дамытуға арналған жауапкершілік болып табылады. Жақсы, яғни біз психологиялық бейімделудің спектрін айта кеткім келеді. Ол 3 түрлі, өздеріңіз көріп отырғандай 3 түрлі деңгейде, яғни біріншісі ол төменгі деңгей, ортаншы деңгей және жоғарғы деңгей. Төменгі деңгейде бейімделе алмаушылық байқалады. Яғни біз көбінесе басқа адамдарға залал келтіруіміз мүмкін, не болмаса өзгелерді бағындыруға тырысуымыз мүмкін, өзіміздің агрессивті мінез-құлқымызды көрсетуіміз мүмкін. Ал орташа деңгейде біз қоғамға бейімделеміз, бірақ ол жерде қандай да бір мазасыздық, үрей пайда болады. Ал жоғарғы деңгейінде біз орташа бейімделеміз және міндетті түрде басқа адамдардың ойымен, пікірімен санаса аламыз екен. Жақсы, енді позитивті ойлаудың трансформациялық күйі туралы айта кеткім келеді. Бұл жерде біз 2 түрлі бағытты қарастырамыз. Ол визуализация мен аффирмация. Ал енді сіздерге сұрақ туындатқым келеді. Адамдар визуализация мен аффирмацияға сене ме, және бұл сіздердің өмірлеріңізде жұмыс жасады ма? Жақсы, көп рахмет. Ендеше осы жерден ары қарай жалғастырайық. Визуализация мен аффирмация қалай жұмыс жасайды? Адамның негізі бұл жұмыс жасай ма және қалай жұмыс жасайды? Адамдар жаңа ми өзінің көз алдыларыңызға елестетсеңіздер, мида көз болмайды, және ол өзінің істеген іс-әрекеттерінің барлығы сіздің сезімдеріңіз бен ойларыңыздан ғана жасалынған дүние деп сезеді. Енді қараңыздар, адам көз алдына елестетеді және айтуы арқылы миға сигнал жібереді. Яғни сіз менің көңіл күйім болмай тұр, мен өте қатты әсер алып тұрмын дейтін болсаңыз, демек ол сіздің миыңызға менің көңіл күйім, бұл адамның көңіл күйі болмай тұр, бұл қатты стресста отырған адам деген сияқты қабылдайды. Яғни бұл ситуация маған өте жеңіл қабылданып жатыр десеңіз, ол сіздің өміріңізде жеңіл болады дегенсіз. Біз бір мысал келтіре кетейік. Егер сіз менің емтихандарым өте жеңіл болады, мен одан өтіп жатырмын дейтін болсаңыз, мен жеңіл информацияларды, ақпараттарды қабылдаймын дейтін болсаңыз, демек ол сіздің миыңызда солай қабылданады. Өйткені ми жаңа ақпаратқа тоқта, бұл сен үшін қауіпті болуы мүмкін деген сигналды жібереді. Сол үшін біз бұл бағыттарда жұмыс жасауымыз кішкене әлсіздеу әрі қиын болады. Енді өзіндік анықталудың өмірлік бағыттарды табуы, яғни бұл әлеуметтік өзіндік анықталу және кәсіби өзіндік анықталу, бұл 2 бағытқа жіктеледі екен. Енді әлеуметтік өзіндік анықталуға тоқтала кетейік. Біз өзіміздің қоғамдық ортада құндылықтарымыз бен адамгершіліктік
нормаларымызға сәйкес белгілі бір орнымызды айқындап көрсетеміз екен. Ал кәсіби өзіндік анықталу ол сіздердің мамандық таңдап сол бағыт бойынша кәсіби өзіндік жетілу бағыттарыңыз болып табылады. Енді жақсы, біз келесі бағытқа тоқтала кетейік. Бұл өте қызықты. Өйткені мансаптық өсу траекториясына келіп тоқталамыз. Өздеріңіз слайдта көріп отырғандай вертикалды және көлденең мансаптық өсу болады. Яғни вертикалды өсу қарасаңыздар саты-саты күйінде, яғни біз иерархиялық жіктелу деңгейіне өтеміз екен. Мысалы, ол қалай? Яғни мен бірінші мұғалім болдым, мұғалімнен кейін мен заведующий болдым, жетекші болдым, және одан кейін мен декан болдым деген сияқты менің өзіндік өсуім жоғары қарай өрлеп жатыр. Яғни мен басшылыққа, лауазымға қарай өз-өзімді түсініп жатырмын. Ал егер мен оқытушымын, көлденең мансап қалай жүзеге асады? Мен оқытушымын, мен өзімнің кәсіби біліктілігімді жетілдіремін, мен курстарға қатысамын, өзімнің білімімді жетілдіремін деген сияқты. Бұның барлығы белгілі бір шеңбер ішінде болады, және ол вертикалды күйге жатпайды екен. Ал енді сіздерге тағы бір сұрақ. Психолог пен коучтар мен психологтардың арасындағы айырмашылықты білесіздер ме? Демек, біздің келесі сіздерге жауап беретін бағытымыз ол коучинг. Яғни коуч дегеніміз кім? Коуч кеңес беретін консультант емес, мәселелердің шешімін іздейтін негізгі бағыт беруші. Ол өзінің жүріп өткен өмірінің жолын не істейді? Айқындайды, көрсетеді, және ол сіздерге соның жеңіл нұсқасын көрсететін болады. Жақсы, енді қараңыздар, сіздерге тағы бір сұрақ қойғым келеді. Адамды стресс өлтіре ме? Егер стресссіз осының алдыңғы жылында қанша стресстен қанша процентке дейін стресс алдыңыз? Яғни бұл сұрақтардың негізгі жауабы ретінде біз екі түрлі бағытты қарастыра аламыз екен. Өйткені не себепті? Адам егер маған стресс мен жиі түстім, бірақ жиі түскеннің өзінде де мен адамдардан көп уақыт бойы стресстен өзімнің денсаулығыма және өміріме, өлуіме қауіп бар дейтін болсаңыздар, ол кезде сіз үшін стресс өте ауыр деңгейде өтеді екен. Ал егер мен стресске түстім, бірақ ол мен үшін өте жеңіл, мен одан өліп кетпеймін, бұл өмірдің соңы емес дейтін болсаңыз, ол сіз үшін стресс өте жеңіл өтеді. Демек, стресстің екі бет-бейнесі бар. Ол пайдалы стресс және зиянды стресс, оны дистресс және эустресс дейміз. Енді қараңыздар, мысалға студенттер өте қысқа мерзімде емтиханға аз ғана уақыт қалғанда дайындаласыздар, иә? Демек, ол кезде не себепті сіздер өнімді пайдалы стресс болып табылады бұл? Өйткені ол қысқа ғана мерзімде сіздер 2-3 күн ішінде бір емтиханға дайындаласыздар, не болмаса аралық бақылауға дайындаласыздар. Емтихан біткеннен кейін жақсы нәтиже аласыздар. Ал ол кезде адамның организмі тез әрі өнімді жұмыс жасайды. Және соның әсерінен адамның есте сақтау қабілеті жақсарады. Және ол адамға пайдалы стресс болып табылады. Ал ұзақ уақыттық стресс ол адам организмінде ресурстардың азаюына және денсаулықтың бұзылуына алып келеді. Енді стресс біздің өмірімізде қай бағыттарда көрініс табады? Ол біздің мінез құлқымызда, одан кейін денемізде және ойларымызда, сезімдерімізде. Мінез құлқымызда біз тез жүруіміз мүмкін, адамдармен қатты сөйлесуіміз мүмкін, даусымыз дірілдеуіміз мүмкін, аяқ-қолымыз дірілдеуіміз мүмкін. Ал денемізде біздің арқамыз және басымыз ауруы мүмкін, және аяқ-қолдарымыздың мұздауы пайда болуы мүмкін. Ал ойларымызда мен бәрін дұрыс жасап жатырмын ба? Менің жасап жатқан іс-әрекеттерім дұрыс па деген бағыттағы біздің ойларымыз келеді. Енді сезімдерімізде